кез келген саяси қозғалыстың түпкі мақсаты біреу-ақ. Ол мемлекеттік билік құру, мемлекеттік жүйе қалыптастыру. Кез келген саяси қозғалыстың шарықтау шегі осы. Міне қазақ зиялылары, осы кездегі алаштық зиялылар қазақ мемлекеттігін қалпына келтіру мәселесін осы мұратты алдына қойғандығын анық ашық байқатты. Жасырған жоқ. Аумақтық әкімшілік территориясын белгілеу жөнінде Лениннің төрағалық етуіменен үлкен кеңес өтеді. Бұл тарихи факты. Сол кеңесте қазақ автономиясының территориясы жөнінде Әлімхан Ермеков баяндама жасайды. Сол кезде қалыптасқан жағдай былай еді. Ертістің солтүстік бөлігі орыс мұжықтарының, переселендердің қолына көшкен болатын. Қасірет белдеуі деп аталатын Есілдің жоғарғы бөлігі бұл да сол кездегі отаршыл орыс әкімшілігінің қолындағы жер болатын. Жайықтың солтүстік бөлігі де, сыртқы беті де түгелдей дерлік казак станицалары салынған әкімшілік отаршыл аппараттың құзырындағы территория болатын. Ал енді Каспийдің солтүстік бөлігіне де Астрахан губерниясының балық шаруашылығы кәсіпшіліктері иелік етіп жүрген. Қазақстанның бұған қосымша оңтүстіктегі 3 уезі, Перовск уезі, қазіргі Қызылорда облысы, Әулиеата уезі, қазіргі Жамбыл облысы, Черняев уезі, қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан генерал-губернаторлығының құрамында болатын. Ал қазіргі Маңғышлақ облысы, Маңғыстау облысы, сол кездегі Закаспий губерниясының құрамындағы жер еді. Мінекей қазақ жерінің өзі осындай тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Әлімхан Ермеков бастаған алаш қайраткерлері, егер Совет үкіметі қазақтарды өзінің жағына шығарғысы келетін болса, оның бір кездері тартып алынған ата қонысы қазақтардың өзіне қайтарып берілу керек. Сонда ғана қазақтар Совет үкіметін қолдап шығады. Алла тағала осы соларды еске алып, соларды туралы бір нәрсе із қалдырып, айтып кету маған бір парыз сияқты, жүктелген сияқты. Өзім соған бейімделіп, айтқым келіп, сол кісілерді халық білсе екен, жастар көбі білмейді, аттары атауға да болмай жасырып келді. Біз бүгінде Алаш Мұразов қазақ халқына не берді дегенді айтатын болсақ, Қазақстан дәл бүгінгі өзінің даму деңгейінде сол идеяларға, алаш қайраткерлерінің сол бізге қалдырған мұраларына қарыздар.